Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, қымбатты достар, қымбатты көрермендер. Қанат Талғатұлын еске алуға арналған Жайдарман фестиваліне қош келдіңіздер. Ой, бәрекелді. Басталған кезде күлкілі болып басталсын деген микрофон түсіріп алдым әдейі. Бүгінгі ойынға... Неме? Мен дауысым естіліп тұрма сіздерге? 1-1-2 1-2-4-5 Дауысым біртүрлі аралардың дауысы сияқты шықпаған жоқ қой, бұзылдан. Мен сөйлеген кезде біртүрлі құлақтарыңа су кіріп кеткен сияқты болып тұрған жоқ қой, нормально ма? Андай микрофон беш, кәдімгі қазақша микрофон. Жалпы, қымбат достар, бүгін Қанат Талғатұлын еске алу Жайдарман кеші. Жалпы енді Жайдарман кеші болғаннан кейін өмірден өткен Қанат ағамызды еске алу кеші. Бірақ бүгін бұл Жайдарманда көрермендеріміздің, осы бүгінгі кешке келіп отырған ағайындарымыздың көңіл күйін түсіргіміз келмейді. Бірақ енді Қанат ағамыз туралы айтсақ, ол кісінің осы Жайдарманға жасаған еңбегі өте үлкен, өте зор. Өйткені қазақша Жайдарманды ең бірінші осы Оралға алып келген жайдарманшылардың бірі десек қателеспейміз. Қанат ағамызбен бірге ойнаған, Қанат ағамызды Жайдарманның басшысы болып тұрған кезде, сол кезде ойнаған осы жерде қазір Қазақстанға танымал мықты жайдарманшылардың өздері келіп отыр. Қанат ағамызбен бірге жүрген, бірге ойнаған, бірге күлген, солардың бірі біз Жайдарман тарихында Қанат ағамыздан біраз сабақ алып, біраз ақылдасып, сол кісінің батасын, тілегін алып, үлкен жоғарғы лигада өнер көрсеткен командалардың бірі ол Назар Аудар деп білеміз. Одан кейінгі командаларға да ол кісінің тигізген көмегі өте зор. Сондықтан да бүгін Қанат ағамыз туралы ауыр сөздер айтып, сіздердің қазір көңіл күйлеріңізді түсіргім келіп тұрған жоқ. Өйткені бүгін Жайдарман, бүгін сіздердің көңілдеріңізді көтереміз. Сіздердің бүгін көңілдеріңізді көтеретін командалар ортаға. Бүгін фестивальде өнер көрсететін командалармен таныс болыңыздар. Батыс Қазақстан жоғарғы медицина колледжі Гонго. Ақжайық ауданы Тайпақ ауылы Тайпақ құрамасы. Құрманғазы атындағы Саз колледжі Ашкым Жайдарман тобы. Жаханша Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледж Фаворит. Қаратөбе ауданы Қаратөбе. Және Астана қаласында қазір осы Орал қаласының намысын қорғап жүрген өте тамаша команда еркін құрама Европолис. Бәйтерек ауданы Белес ауылы Белес Жайдарман тобы. Және еркін құрама Дежавю.
Тағы да қымбат достар, бүгін Қанат Талғатұлын еске алуға арналған Жайдарман фестивалі. Жалпы Қанат Талғатұлы Батыс Қазақстан облысындағы КВН қозғалысының негізін қалаушы азамат деп айтсақ қате емес болар. Өзінің қысқа өмірінде дарынды жастарды іздеп, олардың өмірде өз орнын табуға қолдау көрсетті. Университет қабырғасында Жәңгір серілері көңілді тапқырлар клубының негізін қалап, аталған команданы еліміздің чемпионы атандырды. Қанат ағамызға абай атаған жігіттің үш қасиеті: нұрлы ақыл, жылы жүрек, ыстық қайрат. Қанат ағамыздың бойына туа біткен парасаттар деп білемін. Ал күллі адамзат данышпан деп дәріптеген Конфуций байыптылық, жомарттық, кеңпейілділік, адалдық және мейірбан асқан адамгершілікті көрсететін бес қасиет. Бес қаруын асынғандай ағамыздың өмірдің өзінен түйген тәлімі дер едім. Амал не жақсылардан баталған, ақылмен жол тапқан, бес елі бағымен ел тапқан, патша ұлындай тұрпатты тұлға дүниеден жарқыраған құйрықты жұлдыздай мезгілсіз ағып өтті. Бұл өмірге өшпестей із тастады. Ал қымбатты жастар, Қанат Талғатұлын еске алуға арналған Жайдарман фестивалі ашық деп жариялаймыз. Бүгін сіздерге тамаша көңіл күй сыйлайтын командаларға сәттілік. Қанат ағамыздай алтын асықтай ұлды өмірге алып келген осы жерде Қанат ағамыздың ата-анасы келіп отыр. Орындарыңыздан тұрып қойсаңыздар, бір қошемет тұрып қойсаңыздар. Жалпы енді біздер ол кісіне қанеке дейтін едік. Бізге Қанат аға десең ұрсат, мен не сендер қартайып кеттім бе деп. Сол үшін постоянно қанеке дейтінбіз. Сол қанекеңнің әкесі осындай ұлды өмірге әкеліп, осы Жайдарман тарихында өзіндік бір атын қалдыратын, Жайдарманға қосқан үлесі үшін ерекше алғысымызды білдіреміз. Ал енді бүгінгі командаларымызды сарапқа салатын, бағасын беретін қаздар алқасымен таныс болыңыздар. Ой, қандай мықтылар жиналған. Сен тұр, мен атайын деген жігіттер. Қандай керемет. Жалпы осы сахнадан шыққан, осы сахнадан бүкіл Оралды танытқан азаматтар. Қазірде әлі елге осы Жайдарман саласынан кетсе де, бірақ елге қызмет етіп жатқан азаматтар. Сонымен таныс болыңыздар. Батыс Қазақстан облысында жастар саясаты қозғалысының көшбасшысы, Батыс Қазақстан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының орынбасары, Қанат Талғатұлының жастар саясатын дамытудағы әріптесі Нұржанов Мейірболат Сағынғалиұлы. Және де ешқашанда қартаймайтын, қашан көрсеңде жап-жас болып жүретін Жәңгір серілері КВН командасының алғашқы капитаны, Бөкей Орда әкімінің орынбасары Нұршенов Кенесары Бекболатұлы. Кенақа! Жәңгір хан университетінің жастар бастамасын дамыту орталығының директоры, қазақша КВН жанашыры Асқат Ерболатұлы. Талғатов Қанат Талғатұлының туған бауыры, інісі, бүгінгі Жайдарман фестивалінің ұйымдастырушысы Талғатов Ернар Талғатұлы. Және де қаздар алқасында Жайдарманшы, әнші, продюсер, 5 баласы бар, 5 әйелі бар. Назар аудар театрының актері Ақболат Өтебай. Назар аудар ойнадың жасында, дұрыс кедің осында. Назар аудар күлімдек. Ой, бәрекелді. Қашанда көңіл күймен жүреді, бір настроение жүрген көрмейсің осы жігіттің. Бүгін осы 5 әділ қазы командаларымыз сарапқа салатын болады, және де бүгін бізде қонақтарымыз бар. Бар енді қонақтарымыз. Назар аудар театрының директоры, басшысы Азамат Асқарұлы. Назар аудар театрының актері, өте талантты жігіт, пародист Асыл Ұлымбек Ахметов. Өте талантты жігіт, актер, Назар аудар театры, кеше су тасқында тек иттерді құтқарған Маршайлов.
қалалық ресурстың басшысы Дулат келіп отыр бүгін қонаққа. Және облыстық ресурстың басшысы Аңсар Ибраев мырза келіп отыр. Және де осы Қанат Талғатұлымен кезінде осы бір сахнада бірге өнер көрсеткен бұл кісі Жайдарманның жалпы осы Орал қаласындағы Жайдарманға өзіндік үлесін қосқан өте ерекше жан, менің ұстазым Медет Мерғалиев. Неше түрлі ұстаздарды көрдік қой, бұл қандай ұстаз деп отқан жастар. Самбодан сабақ береді. Сосын айтамын, өздеріңізге жеке айтып берем. Енді бүгінгі командаларымызды ортаға шақырайық. Командаларымыз жаңағы реттілік бойынша ойнай береді ғой. Ендеше ең бірінші болып бүгінгі ойынымызды бастайтын, фестивалімізді ашатын Батыс Қазақстан жоғарғы медицина колледжі Гонго Жайдарман тоба. Wake up! Oh, Құрметті көрермендер, Гонго құрамасы қайтып келді. Бұл жолы енді балдар енді сақадай сай дайын. Жаңа форма, жаңа стиль, жаңа құрама. Көке, не өзің давление болып тұрсың мына жерде? Бізді танымайды мынау жұрт бар ғой. Тем более танитындай жетістігім жоқ қой. Неғып жүріп мына жерде? Мақсатымыз сол ғой біздің жігіттер. Біз мына жерде дым отпаймыз. Командалардың санын көбейтеміз тек. Бізге Самат Қабдиевамыз группа жазып, риск атып береміз. Сол біз үшін жетістік. Сол біз үшін дәреже кәдімгі. Құрметті көрермендер, біз мына медициналық колледжден келгеннен кейін өзіміз туралы айтып өткіміз келіп тұр. Бізде бар ғой, миға сыймайтын ештеңеге бағынбайтын заңдар өте көп бар ғой. Андай заң бар. Ешкім директордың алдына қарсы шығуға болмайды. Шықты ма, оны жазалайды. Болмайды вообще шығуға. Сосын сабаққа кешіп келген студенттерді жазалайды да арнайы комнатаға кіргізеді. Бұттарына ағаш тығады да кереді. Тырнақтарын арасына ине тығады. Сосын перемен уақытында мына медколледждің аудиториясы, территориясы бар ғой, содан вообще шығуға болмайды. До того заводдан бет басымыз шығара алмаймыз біз деген. Неге біздің директор өзін кемшінен санап жүр? Бара-бара үйіміздің қақ төріне оның фотосын ілетін болармыз? Жігіттер, медицинадан келіп тұрық қой. Бізге сендерге қандай сабақтар ұнайды? Дәурен, саған қандай сабақ ұнайды? Маған мысалы гигиена ұнайды. Саған қандай сабақ ұнайды? Маған мысалы хирургия ұнайды. Айқын, саған? Акушер сабағы ұнайды ғой маған. Құрметті Алан, акушер сабағы қатты ұнасады бар. Носы бар ғой. Қандай? Мен беске шығарайын деп жатыр. Мә? Жақсы емес пе? Қумашы, қалған сабағым үшке шығып жалғыз сабақ, сол сабақ беске шығып тұрса, подозрительный емес пе? Жігіттер, жалпы мына ойынға келіп тұрық қой. Бала кезімізді бір еске алайықшы. Бала кезімізде мама-папа ойын ойнаған шығармыз да? Ойнадыңдар ғой? Ойнадыңдар ғой? Сол маған жаман қызық бар ғой. Мама-папа ойындағы мама қазір не істеп жатыр екен? Ол басқа біреумен живой ойын ойнап жүрген шығар уже. Сіздердің алдарында Гонго құрамасы. Кеттік! Асылы жаңадан группа, төлен кейін барамыз клубқа. Қалтаңда ақшаң жоқ па, банкоматқа тоқта. Әдемі қыздар оппа, тоқта, тоқта, тоқта. Пайпа! Тек қана медициналық колледжде болатын оқиға. Балдардың араларын жауып отырда қойсыңдар ма? Неге апа? Балам еміз ойын деген ғой. Әрбір ауылда дәл осындай емші братандарымыз болады. Брат, тісім ауырып тұр. Насып айтып олшы. Қумаш, брат. Мынау нервіні баса татып алма. Атпаймын ғой, брат мен. Мен саған ат деп жатқан жоқ па? Мынан бір талеген алда тісіне басып қой, болды емес пе? Өзінің ағаш екенін білдіргісі келмейтін қыз вечерда. Сүйем сені. Жігіттер есі вальс билей берекші да. Или тып-тыныш ішіп жеп отырайық.
семьямызбен қалаға барғанда дәл осындай аналарымыз болады. Димаш. Тұра, қалай келдік, киім киіп ал. Киім киіп ал. Отағасы жол бойы асханама бір жегі жоқ па, бірдеңе соғып тамаша бола қойық. Сен кірсің мүлде сүймеймін. Мен сені баурап алам, өзіме ғашық қылам. Сен оған сенбесең мейлі. Сонда да жақсы. Құрметті көрермендер, өмірде жіптеріңіз үзілсе де, үміттеріңіз үзілмесін. Рахмет, Орал. Жораспында, жүргің бәрі басымда. Баракелді. Бүгінгі ойынымызға, фестивалімізға жастарымызбен қатар үлкендерімізде келген екен, қолдап көрсетіп келгендеріңіз үшін сіздерге көп рахмет айтамыз. Бұл енді Жайдарманның басы ең бірінші шыққан команда қобалжып тұр. Айып етпеңіздер, Қанақа кезінде не алып келген Оралға депші. Негізі Жайдарман дейтін қазір енді басталады. Жас балдар, жас таланттар, осындай олар баланың бетін қақпа белін бұл дейді, сіздерде қолда көрсетіп отырыңыздар. Және де бүгінгі фестивалімізға осы командаларды қолдап келген өте ерекше команда, жоғарғы лигада өнер көрсетіп Оралдың намысын қорғаған Гранд Жайдарман тобы келіп отыр. Қош келдіңіздер жігіттер, орындарыңызда тұрып қойыңыздар. Елжан, Самат, Армаджан, Бека. Және әлемге әйгілі Темірлан келіп отыр. Стендапер Темірлан, Тимош. Қош келдіңіз. Және өзі тиктокер, блогер, актер, мамандығы да актер, өте талантты жігіт, бірнеше фильмдарда ойнаған актер, кино актер, театр актері Райымбек Райко. Жаңа ғана біз айтып кеткен Жәңгір серілері дейтін команда ағаларымыз болды. Жәңгір серілерінде Кенақа өзіңіз білесіз, капитаны болдыңыз. Сол Жәңгір серілерінде біздің азаматтарда Асылымбектерде өнер көрсетті. Сонымен қатар сіздермен бірге әріптес болған осы Қанат ағамызбен бірге бір сахнада ойнаған, Жайдарманда да біраз жыл филиалдың директоры болған, үлкен үлесін қосқан азамат, өте керемет жан Қанат Болатұлы келіп отыр. Бір қошын көтеріп қойыңыздар. Назар аудар театрының актері Самат Қайратұлы. Самат Қайратұлына соңғы оқиғалардан кейін өзіміз ат қойдық, Супер Самат деген. Енді келесі сіздердің көңілдеріңізді көтеретін команда. Ақжайық ауданы, Тайпақ ауылы, Тайпақ құрамасы. Неменеге жетістің бала батыр, жюриде Ақболаттай ағаң отыр. Сенде отыру керек едің ана жерде, мына жерден ағып тұрсыз, Ғазиз Батыр. Ей, Ғазиз Батыр. О, ағым болсаң, жалғастыр. Дейді, ондай да бар ма? Қалай соңы қалай бітті? Ғазиз Батыр. Ғазиз Батыр. Ұзақ айтыс көттімейміз Ғазиз екеуміз. Мына жерде не аптысың Ғазиз Батыр дедің ғой, иә? Басқалай амансыңдар ма? Ғазизда ренжімеңсің, сондай қуатын бала. Ауылда 1000 қой бар, мал дейтін мынадан тушенкадан бешбармақ жасап жүрген ғой. Ассалаумалейкум, Жігіттер, бүгінгі ойын Жәңгір серілері командасында ойнаған Қанат Талғатұлының құрметі. Жәңгір серілері кезінде қандай ет бар ғой? Қандай ет? Ана шуткасы залды жыртты ғой. Қай шутка? Анау бар ғой. Ұмытып қалып тұрмын бар ғой. Формасын білесің бе? Ұмытып қалдым, бірақ бір туфли явно болды оларда. Ол ештеңе емес, ішінде ана бір атам болды ғой ішінде. Ортасында билейтін жыртатын бір ат бар ғой. Ұмытып қалып тұрмын атын. Жыртты ана бір ат. Выходтағы музыкалар емес пе, ана қалай еді? Ана өлең ғой. Мықты өлең еді ғой. Жәңгір серілері мықты команда болған. Киіз үй аралап, серілер сияқты концерт берген ғой. Мына жазирадағы екі ескерткіш тұр ғой. Ойнаған ғой соларда.
Ол ештеңе емес. Қатты команда өткен ғой аналар. Біреу барып тұрғанда айтқан ғой. Ей Жәңгір, қан емессің, қасқырсың. Қатал басты басқырсың деген ғой. Осылай сахнада тұрып жетеу. Масим кет деген ғой. Мына жаңалық дейсіңдер ма? Орал қаласында 8 жасар Николай дейтін бала 3-ші машинасына угон жасаған ғой. Сондайлардың бәрі орыстардан шығады, байқайсыңдар ма? Бір орыс көрмейсің ғой, біз сияқты груша жүрген жүстеңкеге. Сәл өмірі гыталау ма, да? Ворлау ма, сәл? Қойшы, осы бәріндігі не деді? Лаума деп бар ғой. Сендер сияқтылар бар ғой. Мен саған айтайын. Ұмытып қалатын бар еще. Жас айтқышсың ғой сен. Айтқышсың ғой, айтшы ал. Сондай лаума мен ал Оралдың проблемаларын айт сен. Оралдың жолы сәл нашарлау ма? Нашар ол. Бұрын нашар болған, қазір нашар. Проспектті көріңізші ол күнде трассаны жазып ремонт жасап жатыр. Жасап жатыр, көрдік қой. Осыны айтасың, жасап жатыр. Жасап жатыр ма? Ендеше көңілге көтеріңкі ол сахна тайпа! Қазіргі кезде осы нәрсені сұрау трендте. Ассалаумағалейкум. Сізде мына Қазақстан жұлдыздарының кім номері бар? Білмей, қарай. Кім? Қайрат Нұртастікі бар ма? Жоқ, Қайрат. Жоқ та ол. Так. Төреғалидікі бар ғой явно. Жоқ. Ол да жоқ та. Онда Жәңгір селдерінікі бар ма? Аты кім еді? Ана брат қой, ештеңе. Ортасы тұратын. Атым ұтып қалыптым. Жыртты ана брат. Ішкен кезде осылай креативті сөйлейтін ағаларымыз болады. Іркілдетпей ғой, іркілдетпей. Басаған болсын, дочурик. Между первой и второй, дейді. Промежуток небольшой немешке, екіншісін. Енді, еще міндет емес. Дочурик. Не отходя от каски, үшіншісін. Біздің ойымызша орыстар да осындай әңгіме айтатын сияқты. Коля, короче, тебе говорит, 9 этажа прыгни, 1 миллион дает. Что там? 1 миллион? Не, мало же. Тогда 1 миллиард дает тебе. Наличка пыталады. 1 миллиард. Не, все-таки мало. Казах еще прыгнет 1 миллиард. Ё-моё, мы русские бедные вообще. Қазақстандағы барлық қайырлы таң бағдарламалары дәл осылай басталады. Қуанышбек, Африкада 1 сәуір адам күніне 3 рет күлсе, өмірі 9 жылға ұзарады дейді. Ал Қазақстанда 1 сәуір күлкі күні қонақта дежавю Жайдарман тобы. Жаным саған сенгім келмейді, алдаған соң үмітті. Жаным саған сенгім келмейді, жараладың жүректі. Сіздер алаңызда өнер көрсеткен тайпа құрамасы, рахмет. Қаласаң көйлегіп берейін, сосын көйлегіп берейін, көңіліңді топ берейін, кредитіңді жоқ берейін. Рахмет, қымбат көрермендер. Естеріңізге салайық, бүгінгі ойында, бүгінгі фестивальде 6 жүлде қарастырылған. 1-ші орын, 2-ші орын, 3-ші орын жүлделері және үздік ойыншы, үздік әзіл және арнайы бүгін Қанат Талғатұлы атындағы жүлде. Сондықтан да қазір жақсылап қарап отырыңыздар, қай команданың әзілі жақсы болды. Сіздер арқылы да осы әділ қазыларымызға сіздердің де үлкен көмектеріңіз тиеді. Және осы ойында бүгінгі залға қолдап келген әрбір көрерменге, кеше ғана елімізде қиын жағдай болған кезде ешқандай аянып қалмай, қол ұштарыңызды созғандарыңыз үшін әрқайсыларыңызға 1000 алғыс айтамыз. Тағы да бір қонағымыз бар, өте мықты ақын, жаста осы талантты жігіт, әлемдік ареналарда өнер көрсетіп жүрген қазақтың мақтанышы Димаш Құдайбергеновтың әндеріне сөз жазған Дәурен Шамратов. Дәурен де осы кеше елімізде жағдайда өте үлкен көмек көрсетті. Боти таба алмай қиналдық қой мынаған.
мына жерден келетін ботилардың ішіне кіріп кетіп қайта төбесін буып тастап лақтырдық па әйтеуір сондай бірдеңе болды в общем ондай бар енді. Келесі команда өте талантты жандардан құралған. Алматы қаласында премьер лигада жақында ғана ойын көрсетіп, ойында көрерменнің көзайымын алып келген тамаша талантты жандардан құралған ерекше команда Құрманғазы атындағы Саз колледжі Ашкым Жайдарман тобы. Апрель-май, көйін ойнайтын ай! Қайлыға жорра! Қыздар, бүгін маңызды ойын. Актуалды трендтегі нәрселер көрсетуіміз керек. Сәл ойнатама! Ондайым бар! Құрметті көрермендер, біздер актриса қыздар болғандықтан кез келген сәтте кез келген рөлді ойнай аламыз. Жарғай, сен мені естеймісің, Жарғай? Жарғай! Естімейді. Айға дейін 384 километр бар ғой. Димаштың дауысының өзінің патологы бұлтқа жетпей тоқтап қалады. Құрметті көрермендер, біздер қыздар бәріне үлгереміз. Бір қолымызбен бесік тербетіп, екінші қолымызбен әлем тербетіп, үшінші қолымызбен үй сыпырып, енді бір қолымызбен... Немене бәле, Жаңгүл, мутантсың ба? Қыздар, бүгінгі КВН-ге орай бір мақал. Аққудатпа, досын сатпа, Джони, ес папа. Күлме досқа, келер басқа. Бұл дискотека из 90. Ашу дұшпан ақыл дос, ақылын ақыл қос, светлый локоны волос. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Апрельская сирен! Қыздар сирен демекші, апрельде жігіттерінен сирен алдыңдар ма? Мен алдым. Менде? Бізде жігіт жоқ қой. Бір өмірлік жарымды кездестірейін деп лимонадқа барсам, ақилар мен тапшанға таласып қала берем. Ақи деген не ол? Мынау ғой? Рахмет. Қыздар, Ғазиза ағаның сақалы что-то опасный, да? Ондайлардың 4 қатыны болады дейді ғой. Сәл арап таума! Қыздар, сендерге бір сүйікті әнді айтып берейін бе? Айт. Сен оған берген сыйлығыңды маған жақсы көріп, жаным сүйе алмашы, қиналмашы. Неге ұзақ мынау? Сөздерін Дәурен Шамұрат жазған болар. Өзі құрттай болса да жұмақтар ұзын екен, базар жоқ. Құрметті көрермендер, жалпы қыздар қауымы ақшаны тікелей сұрамайды, олар жай ғана намектайды. Ойыннан кейін суши жегім келіп тұр ма? Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Ашкым құрамасы. Рахмет, Орал. Ойынымыздың соңын Назар аудардағы Марстағаға арнаймыз. Жүре бер алыста, мейлі болмарыста, сен сағыну үшін кедергі емес маған қарышта. Рахмет. Марс күшті қолында. Сақалын сипай береді.
сен туралы айтқан жоқ, мен туралы айтты. Тамаша, өте керемет. Тағы да айтамыз, Ашкым Жайдарман тобы Алматы қаласында премьер-лига ойындарында өнер көрсетіп жатыр. Бұйырса финалға өтіп, чемпион болуларына тілектеспіз. Бір қолдау көрсетіп қойыңыздар. Келесі кезекте тағы да бір тамаша команда Жаханша Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі Фаворит Жайдарман тобы. Ойынды көрдің бе, Оралдан оралған Фаворит оралдыңда, Жайдарман ойнаймыз, ойнауды қоймаймыз, егізді кәсіптерді тек сізге арнаймыз. Осы жаттығуды істей алмағандар қанша? Қайырлы кеш, Орал! Құрметті көрермендер, мына Пит колледжден команда шығады дегенде қыздар шығады деп ойладыңыздар ғой да? Мына жоқ, шүкір, бізде де балалар бар. Сосын мына біздің Пит колледжден шыққан мақтаныш жұлдыздарымыз да бар. Мысалға Қабдол Тілеков ағамыз. Қазіргі таңда Қазақстанда номер бірінші биташарист мысалға. Екінші, мына Артурдың досы, Еркенің байы Райым шыққан біздің Пит колледжден. Дұрыс шыққан. Жігіттер, байқайсыңдар ма, Пит колледжден шығып жатқан жұлдыздар өздерінің мамандығын сай емес оқып жатыр ғой. Сай емес жұмыс жасап жатыр еще. Вот міне қараңдар, енді біз жаңа КВН ойнап отырық қой. Иә. Вот сол КВН емес, актерство ойнап көріңдерші ал керек. Мен қарайын. Давай. А тез айналамыз, кругом. Добавляем скорость. Быстрее. Кто следующий? Кто готов? Ты зачем съел мой донер? Нормально. Не қатыр. Келесі кім дайын? Жайма сенікі? Жайма сенікі? Керемет. Айнал. Хаосына бежем, хаосына. Кім дайын? Жайдарман 200 мың. Жайдарман 200 мың. Ой, мынау жігіттердің Мейрам кино студиясы ғой мынау. Команда аты қандай? Фаворит. Фаворит дейтін командалар бір жыртып солай ойнамай ма да негізді? Аттарың фаворит, ойындарың гайморит болып тұр. Топтың аты? Фаворит. Топтың ұраны дейтін команда болып тұрсыңдар да сонда? Не мынау? Біреуің арық, біреуің семіз, біреуің сары, не мынау квин ойнайтын балалар ұқсамайсыңдар ма сендер? Екінші тұрған бала не мынау? Уазай дейтін мужиктер сияқты ма да? Мынау сары мынау. Ералашқа түсетін балалар ұқсап не істепсің сен? Сендер білмейсіңдер, мына қара. Ғазиз Ерболат дейтін ағаларың болатын. Бұл Жайдарманның пигі. Пиг. Болды, одан кейін ештеңе жоқ. Қазаққа болды үшін жаңбыр жауады артынан. Міне жюриде Ақболат дейтін ағаларың отыр. Бұл пигтің әйелі. Әйелі пигтің. Кенесары дейтін ағаларың отыр. Бұл пигтің пигі. Пик дейтін түсінесіңдер ғой да? 3 әріп, 2 пик. Түсінесіңдер ғой? Қасында отқан 3 мужик пиктің қасында отқандар. Түсіндіңдер ғой? Братан, по сценарий ойнайықшы, біздің жазған сценариймен ойнайықшы. Сендер үшін сценарий жазып көрдіңдер ма? Иә, по сценарий ойнайықшы. Давай ойнайық сендердің сценарийлармен. Батюшка моя дорогуша. Мен жетілағыма бір сөйті... Ят болып мынау да. Кім шығыңдар? Шықшы. Фонарик. Жоқ, фаворит. Шығыңыз білейін. Фаворит. Бір жігіттер бір уақыт таратшы. Сендер дейтін түсініп тұрсыңдар ғой да, мен мынаяқтан бүйтіп звезда құсап шығып тұрмын ғой, көріп тұрсыңдар ма? Басқа ішіне қара киіп кішкене басқаша болып шықтым, көріп тұрсыңдар ма мені? Көріп тұрсыңдар да? Мен сондай адам, сондай бір, мен ешкім шақырып көрмеген бұндайға. Мен ішімнен шақырса екен деп ойлайтын едім өзім бар ғой. Қалай болсын? Маған керек емес мысалы, карантина продакшн, персонал, там, красный двор, не, ондай керек емес маған.
Онда керек емес маған. Жайдарман, Алмалы, Төртнөл редактор. Не, онда керек емес маған. Вот сендер ертең сұрайды, Петкуличтен фаворит дейтін команда келді дейді. Звездасы кім болды дейді. Ты что, дурак, что ли? Конечно, Мейрамбек деп айтасың осындай кезде. Жігіттер бір уақыты келіп қалған сияқты да бір. Бір құттай польниктің уақыты келіп қалды ма? Жоқ, польник шутка бастайтын уақыт келді, шутка. Сонымен көрейік, орыс фуд-блогер қыз. Дорогие друзья, у нас есть в наличии сало в шоколаде. Сонымен көрейік, қазіргі кезде подкасттар өте көбейіп кетті. Сондай біртүрлі бір подкасттың бірінде. Қайырлы күн, бізде кезекті подкаст. Подкастымыздың кезекті қонағы, сонау НТВ Мир каналдарынан көрсетілген «Возвращение Мұхтара». Мұхтар атты сериалдарындағы басты рөлде ойнайтын Мұхтар. Қош келдіңіз, Мұхтар. Жалпы, сіздің мына көрермендердің көкейінде тұрған сұрақты қояйын. Осы уақытқа дейін қайда болдыңыз? Осы алдағы уақытта бір сериалдарға түсем деген ой бар ма? Жоқ дейді. Енді бір көрерменімізден сұрақ келген екен, соны оқып жіберсем, Хатикомен коллаборация бола ма дейді. Болмайды дейді. Көрерменіміз өз жауабын алған деп ойлаймын. Енді бізде соңғы сұрақ осы ит адамның досы дегенге көзқарасыңыз. Сонымен тамашалайық, ата-анасы өте қатал бала үй жинауда. Қалай екен сен балаға пылесос сындырған? Сонымен тамашалайық, қазіргі кезде әрбір отбасында дәл осындай әңгіме айтылып жатқан шығар. Негізі бұның бәрі ескертілді дейді ғой. Құртсын айтпаны, Путин ашып жіберді деп отыр ғой осының бәрі. Жоқ. Біліп істеп отыр ғой бәрі. Иә, ашам деп айтқан, біздікілер тыңдамаған. Әбден тақалғанда апырдың кіріп кетті апарды. Кіріп кетті ғой. Ей, кемпір не кіріп деп еттің ей? Қойшы. Мен сізді біздің алдымен сені алдымен жағыласпыш құрсын. Құлағын тазалашы. Шалыңды қаратшы құрсын ана. Өзі сондай әмә бермешін. Атырауда айтам, Омар тоғай жар жібер деген жоқ па? Жар жіберді деген. Омардың тойы дейсің ба? Я, Омардың тойы. Қашан? Не істейсің ғой сен? Ана аяғың жүрмейді ғой, білесің ба сен? Аяғың істемейді ғой. Қоя қойшы болды, жағаласпыз. Атырауда Омар тоғай жар жібер Каспий. Енді өзіміздің Омарды айтып отырсың ғой. Сонымен көрейік, ата-аналарымыздың дәл осылай келіспей қалатын кездері болған шығар. Сонда сен мені ұрайын депсің ба? Ұрайын депсің ба сонда сен мені? Сонда дауыс көтерейін депсің ба сен? Ашок тұр. Кетеміз құрсын, нағашыларға кетеміз, тасташ құрсын. Мына еркекпен тұрмаймын, заттарды жинаш, тұрш, жинаш. Кетем болды, мен шығам, мына үйден бәле болды. Ашын, бабаны тастап кетейін түсін бәле, Ашын. Ашын, анау кете берсін, Ашын. Мен сен кетсең қаңып қалам ба, Ашын, мен, Ашын. Ашын, мен несібемен айырайын деп отырсың, Ашын, сен, Ашын. Мен қаңғайым, Ашын, сен болмасаң, Ашын. Постоянно ұрса бересіңдер. Ашын. Постоянно ұрса бересіңдер, осылай. Жыламаш балам, болды, жыламаш бәрі. Жақсы болып кетеді бәрі, Күнде осылай ұрса береміз. Жыламаш болды, тұрш, жыламаш. Ұрса береміз. Бақытты өмір сүрейікші осылай. Күшті өмір сүрсін бәрі, олжасы бәріміз. Бәрін жыламандар, көжасын сүтші кім, Ашын, көжа, бәріміз шығып күшті бір ресторанға тамақ ішіп келейікші, көшейікші.
құрметті көрермендер, ойын соңында біз осы Қанат аға жас команда болсақ та осы Қанат ағаның көзін ойынында көрмесек те Жайдарман үшін істеген ерен еңбегін ұмытпаймыз және білеміз. Ағаларын ұмытпайтын және ұлықтайтын фаворит құрамасы. Рахмет. Стиль керек па берем саған оралдан, оралдан, көз жетінші айма жасыл қаладан, оралдан. Ой, тамаша, фавориттің өзің көрермендермен келген қандай керемет, қандай тамаша. Келесі кезекте Қаратөбе ауданы, Қаратөбе құрамасы. Қаратөбе құрамасы біз алда отқан мужиктардың құрметіне ойнаймыз деп шештік. Жігіттер байқайсыңдар ма? Осы өлеңде айтатын үш Қытайдың карьерасы жаман қатты өсіп жатыр да? Бұлар да бір жаман карьерадан басқа дым өспейді ғой. Кешар ора! Құрметті көрермендер, биыл біз Қаратөбе құрамасы формадамыз. Мазға. Біреу дамбалмен жүр ма не жерде? Не біз формадамыз деп? Биле артта командалар голой жүр ма? Бәрі формамен жүрген жоқ па сен сияқты? Мына сен сияқты кесілердің, Исатай, мына сен сияқты адамдардың кесірінен, мына 79 жылы Орал су басып кетті. Мен кесірінен бе? Сен кесірінен емес, бір сен сияқты адамның кесірінен жаңа. Жігіттер, мен сендерге бірден айттым ба, айтпадым ба білмеймін, не ғой? Ана кеше мен мына ұмытшақтардың арасында мәнерлеу оқудан жарыс болды, соған бардым мен. Не істедің, ұттың ба? Нені? Жаңа өзің айттың ғой, жарысқа бардым деп. Мен бардым, мен қатысқан жоқым. Мен кітап бардым. Батя қатысты біздің үйдің. Мына Сесенғалиевтер өлетін біздің батя қатысты. Не істеді, батя атты ма? Нені? Жігіттер, жаз келе жатыр бар ғой. Стройканың уақыты бір үйімнің алдын жалғап, бір сене салып алғым келіп отыр. Сен аузың дұрайын, жаз болса сене салу бересің сендер? Семьяларың ауыздырдыңдар сендер. Мына спальный салу, кухняға салу деген жоқ па? Сенің үйіңде 17 сене бар ғой, Исатай, білесің бе? Ана басы жазердан басталады, төбе қазақ ауылда бітеді ғой, білесің ба сен? Мына сененің бәрі сындырып, новый үй салу деген жоқ па сендер ше? Жігіттер, мына әңгімелерің болмайды. Салмақтырақ ойнау керек. Бүгінгі ойынды Назар Аудар театрының актері Самат Қабдиев ағамыз өзі ұйымдастырып жатыр. Мен Самат аға жаман ризам бар ғой. Ё-мойо, Самат деген кәдімгі бар ғой. Жаман қатты ризам. Алдына Самат аға көмек керек дегем, үйге резеңкетпен атып кірді ғой. Үйге резеңкетпен атып кірді, резеңкетіп мына жерден келеді. Шашын артқа қайырған, мына жер Қытай қайырмай қалған, нормально деп қояды. Сосын битті. Мына жерінде су мысық мына жағында. Мына жағында су ит, мына жағында мантаварка. Брат, қайдан келдің деді, десем, заказдан келдім деді. Не заказ ол? Мантаваркамен заказға барады. Ана кезінде Орал судан сақтаймыз деп жолдың шетіне мешектер құрылды ғой. Сол мешектер сахнаның артында жайдам ойнап жүріп кеттік. Рахмет достарым. Тамашалаймыз. Көшеде ыңғайсыз кезде алдыңнан петличкеме ат шығып, анаңа хабарлас дейтін блогерлер көбейді. Сондай бар ыңғайсыз жерде. Мына мужской брат мын жақ па? Саламатсыз ба? Аман. Сізге бір сұрақ қоям. Бір сұрақ қоям. Тез інім, тез. Асықса емессіз ғой. Анаңызға звондаңыз. Мама, мен сізді жақсы көремін деп айтыңыз. Мамам жоқ қойдым менің. Мамаңыз жоқ па? Мамам жоқ қойдым. Әкеңізге звондаңызшы. Әкем бөлек тұрады ғой, 5 жыл болды мінім. Айтпадым ба саған? Ағаңыз бар ма, брат? Ағаға звондап. Ағам түрмеде ғой, 1-2 жыл шығатып жатыр жатам. Не болып қалды оған? Онда бүгін кіммен сөйлестіңіз? Сол адамға звондап айтыңызшы. Соңғы рет кіммен сөйлестіңіз? Обязательно соңғы адам. Өте обязательно. Қазір. Алло. Мы же говорили, пьяных не принимаем.
Рахмет. Қонақтықта тілек айтып тұрып, шындықты айтып қоятын апаларымыз болады. Рахмет, бәріңе рахмет. Әйтеуір мөше қаптауға келген жоқсыңдар, бірақ бәрің келіп отырсыңдар ғой деп біз қонақтыққа. Мына кімге рахмет айтқым келіп тұр? Біздің Айсұлу қызымның бірінші байына рахмет әйтеуір. Ана партнерствоға кім барады дегенде орнына алып тұрып, мен барам деп жатыр. Малайыз Атыраудағы бажаң Реза інім. Сосын мына кімге рахмет? Менің Сәлима қарындасыма, құрдасыма рахмет. Сәлима молодец. Әйтеуір құдалар келіп жатқанда қайда барамыз дегенде айтып жатыр маған. Сенің үйің времянка ғой. Біздің үйге барайық. Біздің үйде қарекет берді ғой деп жатыр. Рахмет әйтеуір. Аман болыңдар. Сосын бәріміз сол Сәлимаға құдалар келеді дегесін ызбар ашып, әйтеуір үйіне кухня гарнитур алдық. Молодец, күшті кухня гарнитур. Сосын мына жеделеңге рахмет әйтеуір. Менің шатақ мінезіме шыдап жүрген 6-шы байым болса да. Рахмет. Қатты құнығып кетіп, Израильдегі массондардың тойына заказ алып қойған тамада. Аспан асты жер осын. Той қылып жүрген, ассалаумағалейкум, массон елі. Рахмет інім. Ал ағайын, менде керемет сценарий бар. Той ес ордан келсе қойсаңыздар. Әне келін. Келіңдерші. Рахмет інім. Інім саған айналайын айтайын. Бұл өмірде сен бақыттысың. Өткені қос бәйтерегің қасында. Бұл өмірде ата-анасы бар адам өте бақытты. Сондықтан інім айналайын. Әкеңнің қасына бар да шляпасын көтеріп, маңдайына бір сөк қой. Келін айналайын, саған тапсырма. Өзіңнің шашыңды қалай көтсең, әкеңнің шашын солай көтінім. Өткені әкеңнің шашын өретіндей. Мына қазақта керемет сөз бар, қазақта бар, сенде де білмеймін. Мына жәннаттың кілті анаң табан астайды. Інім, бар, анаң табанның астына сүй. Сүймеймін. Інім, ет болады, анаң табанына сүй. Сүймеймін. Інім, шешең аяғынан сүй, інім. Сүймеймін өші. Інім, Қазақстаннан әбеткеш жағат алмай саған келіп тұрмын, інім. Шешең аяғынан сүйе ғой, інім. Сүймеймін деймін. Келін, шешесінің аяғынан сүйсін мынау. Өзім білем, сүймеймін мен. Батя, әйелің аяғынан сүйсін мынау. Сүймеймін. Інім, шешең аяғынан сүйе ғой. Мына кім тамады, сүймеймін деймін. Ой, айтымдар мені тыңдамайды деп. Спасибо. Құрметті достар, құрметті ағалар, сіздер не істеп аман болыңыздар. Құрметті достар, ойын соңында көп көрермендер түсінбей қалуы мүмкін, еске алу ойын деген не ойын деп. Мысалы, қазақ даласына ең алғаш мектепті салған, ол біздің Ыбырай Алтынсарин атамыз. Ал Шәкен Айманов атамыз болса, қазаққа кино деген ұғымды түсіндірген бірден бір адам. Сол секілді біздің Талғатұлы Қанат ағамыз Оралға қазақша жайдарманы ең бірінші әкеліп, барша жалынды, дарынды жастардың басын сахнада қосты. Сондықтан біз ағамызға көптен көп рахмет айтамыз. Ер есімі ел есінде. Рахмет, Қаратөбе. Қанат ағамыздың жерлестері Қаратөбе ауданы, бұл жігіттер де өте талантты жігіттер. Келесі кезекте команда айтпай тұрып тағы да бір хабарландыру, қымбат достар. Орал қаласы Карантино Продакшн сіздерге жақында қазақша таза стендап ұсынады. Нақты күні әлі жігіттердің өздері хабарлап айтатын болады. Карантино Продакшн жігіттеріне бір қошемет тұрып қойыңыздар, өте керемет дүниелер жасап жүрген жігіттер. Келесі кезекте өнер көрсететін өте талантты команда Орал қаласының атынан Астана қаласында өтіп жатырған ұлттық лигада өздерінің бақтарын сынап, көрерменнің көзайымына айналып жүрген тамаша команда Европолис Орал. Город Уральска, вы знаете, что в нашем городе есть команда КВН Европолис. Команда очень классная, веселая. И команда возраст ребят 20-23. Все они женатые девочки, у вас есть шанс. Капитан команды Ескендер Ру Аташал Тама. Самый молодой в команде Рамазан. Его вес 88 килограмм. А узна келгенді тығады. Давайте өзінше болмай поддержим ребят.
мынау кім? Таныс дауыс қой ма? Қалаға таныс дауыс қой. Кім тапқан оны? Мен ғой, мен досым, мен ғой салып жүрген. Қойш, салшам. Город Уральск, а вы знаете, что у нас город? Қумашыне алдатса. Қайырлы кеш, ура! Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний. Жігіттер міне. Бүгін максималды түрде ойнатса керек. Неге? Қарсыластар мықты. Кімдер бар? Алдында ана Асиктар дежавю миллион ұтып алды ғой. Содан кейін елдік бітті. Солар міне біздің басты қарсыласымыз. Асик бүгінгі ойында жоқ, мана мен оны жолда көрдім. Балдармен баскетбол ойнап жүр Асик деген. Қойш. Міне қараңдар. Позволь, я скажу тебе кое-что. Или ты пашешь, или ты... Мынау емес қой. Асиктен қазір Намибияда жүр, тусауат сетіп жүр демалып. Қай қараңдар. Жүгіріп шықтым.